Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының әлеуметтік тапсырысына сәйкес жастар қызметкерлері қоғамдастығының ұйымдастыруымен Біргеміз білім атырау жобасы аясында волонтер репетиторларды дайындау онлайн курсы ұйымдастырылды. Онлайн курста 100-ге жуық волонтер репетиторлар қатысып, волонтерлықтың қағидалары мен құндылықтары, волонтерлық қызмет, халықаралық және отандық тәжірибелер, білім саласындағы волонтерлық, Біргеміз білім жобасының әдістері, Біргеміз білім жобасының техникалық мәселелері атты вебинарлар өткізілді. Барлықтарыңызды экран арқылы көріп жүздесіп отқаныма өте қуаныштымын. Расында да енді үлкен жұмыстар істелді. Мен ойлаймын, әрбір қатысушы, әрбір сараптау құрамында, ұйымдастыру құрамында болған аға өкілдің бәріне де бұл үлкен жұмыс болды деп. Әсіресе мен өзімнің атынан осындай үлкен деңгейдегі жұмыста сіздермен бірге болғаным үшін, бірге жұмыс жасағаным үшін ризамын. Барлығы 156 адам қатысты. Оның 125 қазақ тілінде тапсырды, орыс тілінде 31 адам тапсырды. Ахонова Дильназ, Аманжол Асман, Қуандықова Анель екінші дәрежедегі дипломға 93-тен 96-ға дейін балл жинаған. Хуан Аяна, Орынбасар Инкар, Далашиев Рафхат Ахатович, Айтқалиева Сабина. Бірінші дәрежелі диплом иегерлері Ағарыс Назерке, Асылбекова Нұрдана, Амангелдиева Ұлпан, Ауезов Диаз. Арамызда Жердемқызы Амина бар, ол кісі Атабаева Алтынгүл бар бізде. Тез үйренгіш адамдар бұл өмірде тез бейімделгіш болады екен. Жобаларға қатысқан волонтерлер саны 100-ден астам. Білім беру басқармасы әдістемелік орталығының әдіскері, сізге алғыс білдіреміз. Осы азаматтарға біз алғыс білдіреміз, алғыс хаттарымызды сіздерге жолдаймыз. Осы біздің жобаға аса белсенді атсалысып, волонтер тьюторға нақты атауына лайықты азаматтар алғыс білдіреміз сіздерге. Енді келе отырып келесі жылы да волонтерлік іспен де әрі қарай айналысып отырайық.